Енді қоғамдық бизнесмен деген адам қоғам алдында өзінің жауапкершілігі, бірінші жауапкершілігі. Бизнесмен, бәріңіз білесіз, бизнес жасап жүрген адам бірінші өзі ақша табуды ойлайды. Өйткені бизнесменде мен әрқашан айтам, уақыт болмайды. Және қаражат болмайды. Неге уақыт болмайды? Бизнесмен өзінің саласын дамыту үшін уақытын жұмсайды, қаражатын келесі салаға салу үшін жұмсайды. Сондықтан қоғам алдында оның жауапкершілігі бірінші. Біз қоғам алдында кім боламыз? Бизнесмен деген кім өзі? Неліктен біз бизнесменбіз? Біз қоғамға қандай пайдамыз тиіп жатыр дегенде өзімізге сұрақ қойып көреміз. Ол жерде біз мынандай, мысалы менің өз алдымдағы жауапкершілігім, маған мемлекеттік қызметкерлер мысалы қызмет ұсынылды, басқа да жағдайлар ұсынылды, Атамекен палатасынан ұсынылды. Сол кезде мен әрқашан бәріне беретін жауабым, мен қазір өзімде 148 адам жұмыс істейді. 148 семьяны асырап отырғандықтан осыларды асырайын деймін. Жақсы бір сөз бар, өзіңді түзе, үйіңді түзе, содан кейін мемлекетіңді түзе дейді, еліңді түзе дейді. Сондықтан мен ойлаймын, өзімізді түзеп, енді үйімізді түзеп жатқанымыз, үйіміз компаниямыз ғой, сол дәуірдеміз. Қоғам алдындағы жауапкершілігіміз осы 148 адамды тәрбиелеп, оның сыртында жаңағы біздің төлейтін салықтарымыз бар ғой, салықтарымыздың жеткілікті төлеп, салықтың қай жерге кетіп жатқаны осыны бақыласақ, бизнесмен ең бастысы қоғамға қосатыны салықты көп төлеу. Мысалы, мен айтам, бизнесмен тек ақша табу мәселе емес. Бизнесмен өзін жөндегеннен кейін қайырымдылық іс-шараға қатысу керек. Қазір қайырымдылық іс-шараға мен ойлаймын, әр компания өз жетістікке жеткеннен кейін өзінің бір қоры болып, сол арқылы қайырымдылық іс-шара тек жоқ-жітікке беру емес, оқып жатқан көңіл бөлу. Бүгін мен бүгін жұма күні болғасын, жұмадағы ой деп жаздым. Әлемдегі мұсылмандардың ортасында не жоқ дегенді. Мен ойлаймын, жақында Гарвард университетінде болдым. Бір Гарвард университетінен Американың 7 президенті шыққан. Ойлаңыздар, бір Гарвард университеттен. 1900 миллионер шыққан. Қазір Гарвард деген атақ неге мықты болып тұр? Мен ойлаймын, сапасы наркозбен бірдей болуы мүмкін. Ол жерде аңсайтын ештеңке жоқ. Просто Гарвард оқу қарым-қатынасқа жақсы болып барады. Соны біз айыруымыз керек та. Ал ол жерде Гарвард оқыған бизнесмен қоғамға тигізіп жатқан үлесі сол қарым-қатынас арқылы үлкен аудитория пайда болып жатыр. Осындай көлемде біз ойлаған кезде, қоғамға не тигіземіз деген кезде біз бір жылда емес, 2 жылда емес, алдымыздағы 10 жылда біз кім боламыз, қоғамға қалай әсеріміз тиеді деген. Бізде мысалы бір жылдар программа жасағанбыз. Барлықтарыңыз оқып жүрген кезде қазір енді мынандай ғой, ер мұғалімдер азайып барады орта мектепте. Дұрыс қой. Үйге барған кезде, мысалы мен өз басыма келсем де, мен балаларымызға көңіл бөле алмай қаламыз. Сондықтан үйде де анасы тәрбие беріп жатыр. Сол кезде әсіресе ұл балаларға жәнегі еркек мінездік жетіспей барады. Бұл әлемде, тек Қазақстанда емес. Соған біз қазір мысалы бір программалар тағайындап, университет бітірген еркек мұғалімдардың жалақысын қосу деген программа тағайындап жатырмыз. Ол да біздің алдымыздағы қоғамға қосып жатқан үлесіміз деп ойлаймын. Ол енді бір мысал ғана. Осындай қоғамға бизнесмен қосатын үлесі көп болу керек. Тек бизнесмен ақша тауып, өзінің жағдайын жасаған сыртында, жарайды салығын төлесін, оның сыртында неше түрлі немен қоғамға үлесін көп қосу керек. Жақсы. Енді келесі сұрақ, сіз өзіңіз бір постыңызда жазасыздар. Адамды кітап жасайды. Кітап адам жасайды. Сырымбет тауды жасаған не? Енді мен мына жерде сіздерге статистика айта кетейін. Мен өзім экономистпін мамандығым, бірақ есепті өте жақсы көремін. Бәрі жерге барған кезде статистикаға жүгінгенді жақсы көремін да. Енді біздің елде өкінішке орай кей статистика қағаз жүзінде ғана. Кітапты көп адамдар айтады, кітап оқы деп. Керек кітапты ғана оқу керек. Керексіз кітапты өте көп қазір. Мысалы, кеше мен Сүлеймен Демирел университетінде болған. Сол жерде маркетингіден қандай кітаптан өтіп жатсыңдар деп сұрадым. Мен білуімше 2003 жылы кітаптан өтіп жатыр. Сіздер білесіздер ма, 2003 жылы iPhone 1 болмаған. Соңғы жылдары, мысалы әлем бұрын 10 жылда жетістікке жетсе, соңғы жылдары 6 айда жетістікке жететін уақыт деп жатыр да. Бұл әлемнің жылдам дамысы. Сондықтан мен енді Сырымбекті кім қалыптастырды дегенде бірінші Алла, екінші әкемді ойлаймын. Әкем өте жақсы экономист болған, математик болған, өте жақсы. Сондықтан біз есепке жақсы болдық.
Соның кітап туралы айтқан кезде тарихи кітапты енді мен сіздерге айтайын, аса бір тереңге түңіліп оқудың керегі жоқ. Қай жерде болсын, мысалы мен бір жерде лекцияда болған кезде сұрады, Шыңғысхан қазақ па, моңғол ма деп. Қараңыз, бұл сұрақты мен жалғыз сөзбен айтайын. Өнбейтін дау дейді, өспейтін ұлы қуат дейді. Бұл өнбейтін дау. Оны қазір қазақ қылдың не, моңғол қылдың не, өзбек қылдың не, разница жоқ. Бұл өнбейтін дау. Өнбейтін дауды қылдың, ол өспеген. Сондықтан ойлаймын, тарихқа түңіліп кіріп кетпеңіздер. 100 жылда дейді, жазылған кітап 4%-ға өзгереді. Енді ойласаңыз, Шыңғысхан туғанда 800-ден жыл асып кетті, 32% өтірік болып кетті оның тарихы. Сондықтан бұл жерде және қалай кітапты оқудың да маңызы бар. Менің айтарым сіздерге оқитын кезде жетістікке жеткен адамның жетістікке жеткен компанияны оқыңыздар. Сол, мысалы, жетістікке жеткен адамның орнына өзіңізді қойып көріңіз. Сынға алып, мысалы, мен жарайды 18 жасында осындай болдым, 25-те осындай болдым, 30-да, мысалы, Джек Маның айтқаны бар ғой, сен 30 жасына дейін ештеңе істемесең, сен ары қарай бай боламын деп ойлама деген. Мысалы, мен өзім Джек Мамен 10 рет дастархандас болдым, 10 шақты рет. Алибаба групптың несіне бардық. Кейде содан кейін өзім терең зерттей бастадым да. Фейсбукты, Маркты зерттей бастадым, Илон Маскын зерттеп көрдім, және Алибаба групптың Джек Маны зерттеп көрдім. Кейде өзіме де күдік келеді, осының бәрі қолдан тұлға жасау проекті ма депші. Білесіздер ма, бұл мен мысалы бір Джек Маның айтқан кітаптарда жазғаннан, айтқаннан 2-3 қате тауып алдым. Сол кезде маған ой келді, бұл жақсы нәрсе, қолдан тұлға жасады, барша Қытай халқы Джек Маны бизнесмен миллиардер ретінде сезініп жатыр. Соған еліктеп жатыр. Ал Джек Ма егер де алкаш қылып жасаса, ешкім еліктемейтін дейді. Сондықтан мен ойлаймын, біздің мемлекетке де біз қазір кімге еліктейміз? Бізде алдымызда ұстап алып, мына кісіге мен еліктеймін деп айта алмаймын. Сондықтан бізге де тұлға керек та қазаққа. Біз ата-бабамызда мында Алаш орда бар тұлға болды ғой. Сол сияқты біз еліктейтін тұлға керек. Біз біреуге қарап өспесек, біз біреуге қарап еліктемесек, біз өзіміз қазір кім екенімізді білмей жүргенде төмен түсіп кетуіміз керек. Сондықтан мен айтарым, кітап оқыған кезде де жаңағы мен өзім биыл зерттеп көрдім. Корея халқын білсеңіздер, 58 миллион халқы бар Кореяда. Бірақ Samsung корпорациясы 914 миллиард доллар айналыммен топ 10-да тұр. Қараңыздар, еңбекқорлық па? Еңбекқорлық. Қазір қарасаңыз, Hyundai, Kia, LG деп айта берсеңіз, 58 миллион халық. Біз азбыз дейміз, бірақ ештеңе шығармаймыз. 58 миллион халық әлемді жаулап жатыр. Бұл еңбекқорлық. Мен мысалы көп айтам, Корея, Япония, Индонезия, Қытай, Малайзия халқын бір нәрсе байлап тұр да. Не байлап тұр ойса? Күріш егу байлап тұр. Күрішті егу екінің бір халқын қолынан келе бермейді. Ол суға белшесінен батып, сондай өзінің төзімділікті әсер ететін жұмыс. Осыған төзген адам еңбекқор болады. Ал біз қазір не істеп жүрміз? Әсіресе қазіргі жастар, мысалы, көп жерде тез байып кеткісі келеді, тез атақ абырой жинап алғысы келеді. Бізде бірінші мәселе осыны алып тастауымыз керек. Қазір бір сөз бар ғой, қазақ панти болып барады. Осыдан арылуымыз керек біз. Әйтпесе мен мысалы мынандайда Инстаграм бар, әлеуметтік желі деген жақсы болды, бір-бірін тауып алады қазір. Неше түрлі адамдарды көремін. Шынын зерттеп келсең, беті қане. Мысалы, бір елде болған кезде ойлаған, мысалы Африкада болдым, Африкада болған кезде ойлаймын да, енді адамдарына қарап сондай бір исламды сезінесің да, бірақ іс-әрекетіне қарап исламды көре алмайсың. Түрі да, сол сияқты бізде қазір, бізде бетперде болып кетті да. Сондықтан сіздерге жастарға айтарым, біз тынбай еңбек істеуіміз керек. Мені мысалы және дайындаған, сұрағым өте орын, дайындаған әкем болса, екіншіден мен тынбай еңбек істедім. Мен Қазақстанға келген кезде, мен енді ары қарай өзімнің жеке тарихымды көрсеңіздер, Қазақстан келген 4 адам танитын. 4 адам. Біреулер айтады, көкесі бар, көкең жоқ болса өспейсің дейді. Анауың болмаса өспейсің дейді. Менің туған ағам политехта мұғалім болды. Өзі сол жерде магистрантура бітіріп, ұстаздыққа қалып. И сестрам медсестра болды.
екіншісі Кірек деген колледжде ұстаз болған. Жездем таксист болған. Осы 4 адамнан басқа адам танымайтын мен келген кезде. Жастарға айтадым, біреуге арқа сүйемей, тек алдыға мақсат қойыңыздар. Алдыға мақсат қойып, алдыға талпынсаңыздар, сіздер соңғы мына ойлаған кезде әрқашан жаманшылық ойламаңыздар. Бұл ми деген зат өзі көлемі бар нәрсе ғой. Сондықтан бұл жаманшылық ойласаңыз, сіздің ой қабілетіңіз сол жаман жағын тез әсер етеді, қабылдайды, тез қабылдайды. Егер сіз үнемі жақсы ойлап отырсаңыз, бір жерден жақсы нәрсені көре білесіз. Бір адамның жақсы қасиетін көре білесіз. Мысалы қараймыз да біз айтамыз, менен біреуге айтады, ананың жағдайы жақсы екен деген бір әңгімелер болса, ой, оның бәрінде кредиті бар дейді. Сен төлемейсің ғой кредит. Ол кісінің жақсы жағын қара. Ол кісінің жүріс-тұрысын қара. Сондықтан әрқашан сіздерге айтамын, біреудің жаманшылығы болса да, оны көрмей жақсы жағын қарасаңыздар, өздеріңіз байқайсыздар, бір жылдан аса уақытта тек жақсылықты көздеріңіз көре бастайды. Жаманшылық ойлап, біреудің жаманшылығын қазып, біреудің екі адам тұрып, біреу жамандап тұрса, сіздер тек бір жерге барсаңыздар, жаман нәрсені көретін боласыздар. Сондықтан жақсы нәрсені қарап, жақсыға көзді үйретіп, ойды жақсылыққа үйрету керек та. Содан алдыға дамисыздар. Енді тұлғаларды атап өттіңіз, Джек Ма дедіңіз. Енді біздің жастарға, қазіргі қоғамға жалпы сіз үлгі тұтатын кәсіпкер кім? Отандық және әлем бойынша. Кімді атап бере аласыз? Енді мен кәсіпкердің сыртында ойлаймын, бір кәсіпкерді үлгі тұтқаннан гөрі компанияны үлгі тұтқан дұрыс. Менің кезімде. Өйткені біз қалай дамимыз енді, біздің компания қалай дамиды деген ойлар келеді маған. Мысалы қазір білесіздер ме, ең басты проблема, қарасам жұмыссыз жүрген адам көп көшеде, бірақ жұмыс істейтін адам жоқ. Мен мысалы Японияда болған кезде, мен қазір Японияны мысалы көп несін естіп жатқан, кайдзен бар дейді, анау бар, мынау бәрін зерттеп көрдім. Кейін несі қазаққа сай келмейді. Өйткені біз олардың дәрежесіне жеткен жоқпыз. Дәрежесіне жетпей тұрып, оның программасын кіргізу қиын да. Сондықтан мен өзімнің басқарып отырған, өзімнің тікелей жұмыс жасап отырған Йокохама компаниясын өте қарап, сол үлгі тұтамын. Содан үлгі аламын. Енді Қазақстанда дегенде бір үлгі тұтатын адам мынау деп айта алмаймын, бірақ жүріс-тұрысын қараймын. Марғұлан аға бар, Бауыржан Оспанов бар, сол кісілердің жүріс-тұрысын қараймын. Енді пенде болған сайын қателеседі ғой, ол кісілерде мен ойлаймын, кезінде қателіктер болған шығар. Бірақ қазіргі қоғамға тигізіп жатқан әсері, қазіргі жүріс-тұрыстары өте жақсы, өте әсерлі. Сол кісілерге қарап, ол кісілерден мысалы 100% бірдеңкені алам деп айта алмаймын. Ол кісілердің айтып жатқаннан үлгі алуға болады. Енді осы жақта сіздің осы сөздеріңізде және сіздің бір постыңызбен байланысты дүние болды. Сіз әрдайым постыңызда және жалпы айтқан кезде қазақтың асыл құндылықтары жойылды, и олардың қалғаны тек қана пәтерден пәтерге көшу деңіз, көшпенділіктен қалған. Енді бізге жалпы қазіргі жастарға, жалпы қазіргі қоғамға қазақтың асыл қасиеттері туралы айтқаныңыз, яғни қайсысын бізге жаңғырту керек, және оны не үшін жаңғырту керек, қалай жаңғырту керек сіздің ойыңызша? Енді мен тоже Жапонияға туралы айтайын. Жапонияға біздің бір артық жеріміз бар да. Не артық дейсіз ғой? Біз әлі бауырмашылмыз. Бір әулеттен бір бизнесмен шығады да, сол әулетті алып жүреді алдыға. Әрқайсысының бір туысқаным бар әйтеуір. Дұрыс қой? Сол біз бауырмашылығымызды жоғалтып алмауымыз керек. Өйткені бұл не дейді? Жапонияның халқының орта жасы 88 жас. Біздің орта жасымыз 66 жас. Бізден 22 жас көп өмір сүреді олар. Бірақ бұл жерде 88-ге шыққаны 80 жастан 110 жасқа дейінгі адам саны Жапонияның 8%-ін құрап отыр қазіргі таңда. Өте кәртейіп кетті халық. Сол 8% адамды қарайтын жұмыс күші жоқ. Біз Құдайға шүкір баламыз қарайды, баламыздан кейін немереміз қарайды ғой. Біз осы қадір қасиетті жоғалтпауымыз керек. Туысшылдық дегенде. Өйткені қараңыз, қазір біз алдағы уақытта Жапонияға мигрант жіберсек па деп отырмыз. Не үшін жібереміз? Жәнегі 80 жастан асқан қарияларды қарап көмектесуге. Бірінші, бұл жерде мен өзім ойлаймын, 5-6 мүмкіншілік бар. Ең бастысы, барған адамның артында қандай да бір қазақ баратын болса, артында 5 адам тұратын жақта. Әкесі, шешесі, ағасы, бауыры, орта есеппен. Осы 5 адамды ана жақта жатып асырайды. Екіншісі, 5 жыл тұрғанда Жапонияның мәдениетін үйренеді. Өте үлкен мүмкіншілік бұл. Үшіншісі, сол елде тұрып сіз алған айлығыңыз орта есеппен $4000 зарплата алатын болсаңыз, $800 жұмсайсыз, $3200-дің бәрі Қазақстанға жібересіз. $3000 жіберіп деген сөз, сіз Қазақстанға жылына
10 мың адам барса 300 миллион ақша жібереді. 5 жыл тұрғанда 1,5 миллиард ақша жібереді. Бұл деген Қазақстанға үлкен құйылып жатқан инвестиция. Ал оның сыртында сіз тек адам қарамайтын басқа жұмыстар істесеңіз, өте профессионал маман болып келесіз. Мүмкін Тойотаға барып жұмыс істеуіңіз мүмкін, мүмкін басқа жерге барып жұмыс. Сондықтан біздің ең басты құндылығымыз, қанша шетелде жүрсек те біз өзімізді ойламаймыз. Арт жақта тұрған ағайын туыс бауырымызды ойлаймыз. Осы құндылықты біз жоғалтпауымыз керек. Бұндай құндылық, мен ойлаймын, ең бірінші нөмір қазақта ғана бар шығар. Қанша мен өзім елу бір елде болғанда осы құндылықты ешкімнен көрген жоқ. Біз осы ең соңғы қалып тұрғанда құндылығымыз осы. Басқа құндылығымыз енді біразын жоғалттық қой біз. Бірақ соңғы қалып тұрған ең жақсы құндылығымыз осы. Осы құндылықты жоғалтпауымыз керек. Әлі ары қарай жаңғыртуымыз керек. Мысалы 2014-15 жылы мен қарттар үйіне барғам. Қарттар үйіне барған кезде өзім ойладым да, мынандай не болды бір. Тәуелсіздіктің бір жылдары болды, 24 жыл ма, сол 2016-25, сонда біз 25 қарт, 25 жетім баланы қуанту деген программа жасадық та. Сол жерде былай істедік, 25 студентті ертіп алдық дейді. Біз үлгі болайық, көрсін олар дейді. Сол кезде қарттар үйіне барғанда мен алдымнан андай күтеді деп ойлаған жоқпын. Қарттар үйіндегі 92%, 93% қазақ ағайындарымыз. Балалар үйіне барсам 90% қазақ балалар. Ол сол айтып отырмын ғой, біз туысқандығымыздың құндылығын жоғалтып бара жатқанбыз. Біз бұны жоғалтсақ, ертең біз ешкім болмаймыз. Сондықтан жаңағы құндылық туралы сұрағандықтан ең бірінші құндылығымыз осы біздің. Енді жалпы статус-квоны қалыптасқан жағдайды сіздің сөзіңізше түсіндік. Енді мынандай нюанс, айтқан идеяңыз бар ғой, енді сөздеріңіз жақсыдан үйрен дегенге барады да бізде. Жапония, Германияны көтердіңіз, барлығы айтылды, бірақ жаманнан жирен деген жалғасы бар сол мақалдың. Енді біз қандай жаманнан және қалай жирену керекпіз? Біздің иммунитетімізді сақтап үшін қандай вирустан аулақ болу керекпіз? Енді бұл жерде мынандай ғой, біз жақсылықты көре білсек, жаманшылық ақырын өзі қашады. Ол өзі қоғамдық дүние. Мысалы мен сіздерге ең бастысы айтам, мынау адамның ой санасын құртатын жаманшылыққа бармаған дұрыс. Енді қазір статистика бойынша өте жақсарып келе жатыр. Мысалы өздеріңіз білесіздер, бұл бәріміз енді мұсылманбыз ғой, қарам дүние бар. Оны біз емес, дінімізді айтып қойған. Қарамнан біз аулақ болсақ, ары қарай бізге ешкім тоқтата алмайды. Бізде білесіздер ма, мынандай не бар да, әлі бір атақты мұсылман Нобель сыйлығын алмаған. Неге? Бұл жерде бізді сауатсыздық жайлап барады. Береке жоқ. Қазір. Сондықтан біз бастыққа нені ойлауымыз керек? Және иммунитетімізді көтеріп қалу үшін, бәрін жасау үшін біз бірінші қарамнан алыстап, жақсылыққа ғана талпынуымыз керек. Мен сіздерге айтамын, ол өзіміздің де студент кезімізде болды, жанымыздан бір қатарлас отырғанымыз жақсы оқып бара жатса қызғанып қаламыз. Қазақты құртатын нәрсе қызғаншақтық. Біз онымен ешқандай өсе алмаймыз. Сондықтан, мысалы жаңеде мен бір жерде атын айтпай ақ қояйын, бір мектепте телефон жоғалып кетті, мен балам. Сол мектепке бардым. Сол қызғаншақтықтан бір бала алып қойған. Милиция шақырдық, милиция шақырамыз деген кезде табылды. Не? Сол телефонды көріп, бұда бар, менде жоқ деп мусорға тастап жіберейін деген. Біз сондай жақсы ортада жүріп, сондай дәрежеде жүрміз да. Біз мидан айтып отырмын ғой, жаманшылық дегенді алып тастауымыз керек. Ойламауымыз керек жаманшылық. Содан кейін бізді ең жақсы құтқаратын нәрсе сабырлық. Бізде мысалы мен бір жақсы бір постты жазсам, артынан бір 100-120 дайректіге түседі. Мен жаманшылықты жазамын, бірақ өмірде енді қараймын да жаманшылықты жазғым келмейді. Барған мемлекетті мен жаманшылығында көремін. Мысалы бір мемлекетке барсам, мен үш нәрсені зерттеймін. Нені зерттеймін? Ең бірінші бұл халық немен қоректеніп жатыр деген зерттеймін. Өйткені қазір дүние жүзіндегі әлем бойынша қарап отырсаңыз, тамаққа жүгініп барады. Эко тамақ деген жоғалды. Сондықтан мысалы Қытайға барсам да, бұл Қытай халқы 1,5 миллиард ел, 1,5 миллиард не қоректеніп жатыр бұлар деген зерттеймін. Мысалы Европаға барсаң, основном нан жейді. Сондықтан бұл нан жеген кезде бұлардың бәрін қоректеніп жатқанын көрсең, сен біз өте бақытты жерде өскен ұрпақ болып саналамыз. Өте бақытты ұрпақпыз да.
жерімізде бәрі бар. Сондықтан екінші қарайтын бұл елдің өсімі қалай.